сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Серік екеуміздің бас қосқанымызға 3 жыл болды. Бірақ үйлене салысымен күйеуім мені жөн-жосықсыз боқтап, қол көтере бастады. Ашуланшақ, тітіргенгіш, сөз көтермейтін адам екен. Сөйлескім келіп, күсінсікпен болып қаншама рет әңгімеге тартсам да онымнан түк шықпайды. Шиден шикіл шығарып, соңы ұрыс-керіспен мені аяусыз сабаумен аяқталатын. Жұмысым жақсы, жалақым жоғары. Үйіміз тап-тұйнақтай, киімі таза, тамағы дәмді. Оның достары мені мақтап, қызға қарайды. Бірақ Серік достарының көзінше де мені қорлап кемсітетін. Құдай оңдағандай бізге бала бермеді. Алғашында бала болса, шатақ мінезін қояр деп ойлайтынмын. Кейіннен ортақ баламыздың жоқтығына қуанатын болдым. Бірнеше рет одан кетіп те қалдым. Бірақ отбасымды бұзғым келмей қайтып оралып жүрдім. Мүмкін Серікті қатты сүйген шығармын. Қылықтарын кешіріп жүрдім. Басқа әйелмен жүретінін де білдім. Бірде оған хабарласып едім, телефонын бір қыз көтерді. Оны сұрап едім, ұйықтап жатыр деді. Кім екенін білгім келіп еді, тұтқаны қоя салды. Үйге келгесін Серікпен сөйлеспек болып әңгімеге бастап едім, ол жай танысым дегенді айтты. Ашушаң, қабағы әркез қатулы жүретін, томағы тұйық мінезімен Серік сөйлеспей қойды. Жұмыстан келеді, тамағын үнсіз отырып жеді. Теледидар көреді. Жатқан жерінде ұйықтап қалады. Мені ашу-ыза, жек көршілік сезім билеп, қызғаныш оты жанымды жегідей жеді. Мең-зең күйде бірнеше күн әрең өткіздім. Бәрі нәрсеге бейтараптық, немқұрайлық басып, бір күні адал әйел қағидасынан аттадым да кеттім. Жұмыста осы сендей аппақ келіншекті бір құшсам арманым жоқ деп әзілдеп жүретін Мұрат есімді жігітпен бірнеше сағатқа пәтер жалдап төсектес болдым. Ол да отбасылы жігіт. Еркектің қамқорлығын, махаббатын сезіндім. Басымды иығына қойып өкіріп жылап талдым. Ол шашымнан сүйіп, басымнан сипап отырды. Мен ондай жылулықты сезбегелі қашан. Сүйіп қосылған күйеуім мына бір бөтен еркек тәрізді қатынасының жоқтығы қатты қынжылтады. Өзімше барлық ашу-ызамды қайтарғандай болдым. Серіктің көзіне шөп салып, кегімді алатындай сезіндім. Серікке деген ренжісім одан сайын ұлғая түсті. Осындай жағдайға жеткізгені үшін оған ренжідім. Осылайша ішімде бір нәрсе сырт етіп сынғандай болды. Осы жағдайдан кейін бір ай өтпей күйеуімді тастадым. Әке-шешемнің үйіне кетіп тындым. Енді міне, соңғы 2 айда күйеуім келгіштеп, соңымнан қалмай үйге қайт деп жүр. Көзінен жас шығарып, ан-су ішіп, енді бәрі басқаша болады деп жалынады. Бірақ оған сенуге бола ма? Бір рет сынған ыдыс қайта бүтіндеуге келе ме? Және оның көзіне шөп салған соң мен үшін оның қадірі де түсіп қалғандай. Сіздер не ойлайсыздар? Не дейсіздер?